Саламатсыздар ма оқушылар? 5-ші сынып 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың есептерін қарастыратын боламыз. Бірінші есепте себетте 80 жеміс салынған. Яғни бізде барлығы 80 жеміс деп берілген шартын жазамыз. Қысқаша жазып кетейік. Олардың 10-нан 3-і алмұрт. Белгісіз 10-нан 3 бөлігі, яғни барлығының бөлігі. Келесі алма, ол да белгісіз 4-тен 1 бөлігі барлығының. Қалғаны банан дейді. Әр жемістің санын анықтауымыз қажет. Ол үшін бірінші алмұрттың санын тауып алайық. Яғни санның бөлігін табу үшін санды бөлшекке көбейтуіміз қажет. 10 мен 80 қысқарады, 8 қалады. 8 3-ке көбейтсек 24. Яғни бұл алмұрт. Келесі алманы табатын болсақ, дәл осылай 80-ді 4-тен 1-ге көбейтеміз. 20. Енді бізде келесі банан табу керек. Ол яғни барлығының қалғаны. Яғни 80-нен азайтамыз. 24 пен 20-ның қосындысын. 36 шығады. Яғни бұл банан. Екінші есепте жұлдызшаның орнына теңсіздік орындалу үшін қандай цифр қою қажет? Бірінші ондық бөлшек, екінші ондық бөлшектен артық болу керек. Олай болса, бүтін бөліктері тең. Келесі бөлшек бөліктерін қарауымыз қажет. Яғни 2-ден кіші сандарды аламыз. Ол 1 саны немесе 0 санын алуымызға болады екен. Үшінші есепте амалды орындаңыз. 2 жақша берілген. Бірінші жақшаны орындаймыз. Бірінші әрине көбейту орындалады. Одан кейін 250-ден 1,3-ті азайтамыз. 248,7. Жақшаның ішін орындаймыз келесі. Шығады. 4-ші амалда бөліндіні орындаймыз. Периметрі берілген. Және ұзындығы берілген. 6,5 деп ондық бөлшек түрінде жазып алуға болады. Ауданын табу қажет және келесі енін табуымыз қажет. Бірінші периметрдің формуласын есімізге түсіріп алайық. Орнына апарып қоямыз. Периметр бізде 20,4, 2 еселенген 6,5 қосылған b. Келесі 2-ні бөліп жібереміз. 20,4-ті бөлеміз 2-ге. 6,5 қосылған b. Яғни 10,2 шығады. Және 6,5 қосылған b сол күйінше. Енді осы жерден b-ны табатын болсақ, 10,2-ден 6,5-ті азайтамыз. b тең 3,7 шығады. Ені анықтадық. Енді ауданы анықтауымыз қажет. Ауданы ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең. 6,5-ке көбейтеміз 3,7-ні. Бізде 24,5 шығады екен. А жиыны беріледі және В жиыны осы барлық оқушының ішінен деп тұр. Олай болса, бұл В жиыны ішкі жиын болып саналады. Яғни В жиыны ішкі жиыны А жиынының. 6-шы есепте Эйлер-Вен диаграммасы арқылы суреттер көрмесі мен қолданбалы өнер залына барғандар көрсетілген. Бізде суреттер көрмесіне неше бала барады? Яғни суреттер көрмесі тек қана суреттер көрмесіне баратын саны және суреттер көрмесіне де қолданбалы өнер залына да баратын
оқушылардың саны. Бізге тек қана суреттер көрмесіне баратын оқушылардың саны керек болса, 15 оқушы екен. Қолданбалы өнер залына неше бала барады? Қолданбалы өнер залына барғандар суреттер көрмесіне барғандардан 3 оқушы кем екені белгілі. Олай болса, 15-тен 3-ті азайтамыз, 12 оқушы. Бұл тек қана қолданбалы өнер залына ғана барған. Келесі сұрақта неше бала суреттер көрмесіне де қолданбалы өнер залына да барады. Яғни қиылысуын жазамыз, 2 оқушы. Барлығы неше оқушы мұражайға барды? Қосылған 2, қосылған, яғни қолданбалы бізде 12 оқушы. Барлығы 29 оқушы.